Ерте ме кеш пе бәріміз оянамыз. Сұрақ тек қашан? Әркімнің өз таңдау құқы бар. Тар жол тайғақ кеше ме, немесе өзінің ой санасының кеңеюі арқылы бақытты өмірін қазір таңдай ма? Әрбіреуміз осы өмірге, осы денеге келместен бұрынғы кармалық өмірлерімізге қатысты және сол өмірлерде болған сабақтарымызға қатысты осы өмірді таңдадық. Соның ішінде әке-шешемізді, өмірлік сценарийлерімізді, мына дене деп аталатын скафандрды, осының барлығы біздің кармалық сабақтарымызға байланысты таңдалынған құралдар. Сондықтан кейде айтып жатады, сұрап жатады, Құдайдың әділдігі қайда, егер сәбилер ауру немесе инвалид болып туылса деп. Бұл сол бір жанның өзіне таңдаған сабағы. Бұл жерде әрине көбімізде сұрақ туындайды, қалай адам баласы есі дұрыс болса өзіне сондай бір тағдырды таңдайды деп. Қайталап айтамын, бұрынғы кармалық сабақтарына байланысты және осы сабақты осы бір қысқа өмір арқылы немесе осындай қиын тағдыр арқылы өтейді. Және де әрбір адамның өміріндегі кез келген жағдай бұл комплексті орын алатын жағдай. Яғни бұл жерде тек қана сол адамның ғана тағдыры емес, бұл жерде сол бір нәресте мысалы қай ата-анаға келді, сол ата-ананың да кармалық сабақтары. Осындай бір қиын тағдырларды қарағанда сол бұрынғы өмірлерінің бір көріністері көз алдымызға келеді. Сол уақытта сол бір сондай қиын тағдырмен дүниеге келген нәрестенің әке-шешесі сол бір нәрестенің кезінде жақын бір туыстас рухы болғаны көрініп жатады, сезіліп жатады. Яғни осы бір мәселенің түйіні осындай екенін айқын біліп жатамыз. Ерте ме кеш пе барлығымыздың көзіміз ашылады. Ерте ме кеш пе жүрегімізбен мына басымыздағы үшінші көзіміз қосылады. Сондықтан қайталап айтамын, сұрақ қашан? Ерте ашылғыңыз келе ме, кешірек ашылғыңыз келе ме? Және де мына рухани даму деген мәселе ол бір ойыншық емес, оңай емес. Себебі екінің бірі бұл жолды өзінің бір іші пысқанынан таңдамайды. Өз басым мысалы осы жолға үлкен бір қарыздың арқасында, кесірінен деп айтпаймын, арқасында, және де өзімнің бұрынғы жұбайыммен болған қарым-қатынас, және де үлкен бір алғыс айтатын өмірімдегі сабақ ол дін. Өмірімнің үлкен бөлігін, көп бөлігін сол дінді зерттеп, діннің артында болып, діннің құлшылықтарын орындау арқылы өткізіп, содан керемет сабақ алдым. Сондықтан осының барлығының арқасында мен бір рухани оянуға аттандым, қадам бастым. Менің ой қиялымда болды, көбіңізде солай болған шығар. Осындай бір техникаларды жасаймын, осындай бір білімімді өзімнің өмірімде қолданамын деп, және осының барлығы менің өмірімді бұлай өзгертіп жібереді деп қызғылт көзілдірік киеміз ең басында. Сол бір жолға қадам басқанда барлығы біздің ойлағанымыздай болып жатпайды. Себебі жаңа келу үшін біздің өміріміздегі ескі құру керек. Ол оңай кетпейді. Өмірдің мынандай бір шайқалыстары болады, тербелістері болады. Яғни біздің өтіріктерімізді, біздің бүкіл
ескі заңдарымызды, керек емес наным сенімдерімізді осылай тербетіп, шайқатып өмірімізден түсіреді. Және де осы нәрсе, осы кезең біздің нәпсімізге өте ауыр тиеді. Осындай шайқалып жатқан кезеңде біз кері қайтқымыз келмейді көбіне. Себебі біздің жан дүниеміз шындықты сезіп қалғаннан кейін бұрынғы ұйықтап жатырған өміріне кері кеткісі келмейді. Бірақ ондай да адамдар болады. Айналадағы адамдардың ой пікірлеріне, сөздеріне тәуелді болып, қойшы қоя қойыншы деп, сол бұрынғы өміріне қайтып барып жатады. Өмірдің ең нағыз тәттісі, ең нағыз сондай бір керемет дәурені мына көзімізден және соның ішінде мына үшінші көзімізден перделердің ашылған кезінен бастап қана болады. Бұл ақиқат. Ұйқыда жүруге құқымыз бар. Себебі әрбіреуіміз Құдай болғаннан кейін өзіміздің құдайлық әмірімізді, ниетімізді өзіміз орындаймыз. Ерте ме кеш пе бәріміз оянамыз.